Қазіргі кезде жердің шар екені ғылыми болсын, діни тұрғыдан алсақ та дәлелденген. Алайда жазық жер ұғымы соңғы кездері көп аталып жүр. Мыңжылдық прогресс ақш-та арнайы спутниктерді космосқа жіберетін проект басталды. Мақсат біреу, жердің жазық екенін дәлелдеу. Ақшалай қор жинауды алғаш мына бір B.O.B деген атпен белгілі рэпер бастаған болатын. Ол да жердің жазық екеніне сенеді. Көбінесе бұндай болжамдарға сенушілердің басым көпшілігі Америка штаттарында тұрады. Қазіргі кезде миллиондаған жақтаушылары бар деп айтылады. Біздің тмд мемлекеттерінде де жердің шар екеніне күмәнмен қарайтындар аз емес. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасының кезекті шығарылымы және видеомыз жазық жер деген ұғым туралы болмақ. Жазық жер негізінен алғанда ескіріп кеткен концепция. Бұл ұғымға сенетіндер жерді үлкен диск ретінде алады. Ертедегі вавилондықтар, мысыр, гректерде индуизм және буддизмді ұстанатындарда жазық жер ұғымы кең етек алған болатын. Сонымен жазық жер теориясын қолдаушылар жерді үлкен диск деп алады, ал ай мен күнді жерді айналып жүрген объекттер деп есептейді. Оған қоса жердің картасын былай елестетеді. Шет жағында тұрған ақ бояу бұл Антарктида. Олардың ойынша дәл осы Антарктида мұздықтары мұхиттың сыртқа шығып кетпеуінен сақтап тұр. Ал Антарктиданың артында ештеңе жоқ, яғни жердің шеті. Болмаса ол жақтан асып кетсе құлайды екен. Бұлай айту шынымен де ақымақтық. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Эратосфен Мысырдағы Сиен және Александриядағы түскен көлеңкелерді салыстыра отырып жердің шар екенін топшылаған болатын. Одан бері жердің шар екеніне адамдар сене бастады. Бірақ 1906 жылдары Уилбур пен Валива Иллинойс штатындағы Зеон қаласында діни секта ашып, адамдарды жердің жазық екеніне үйрете бастады. Тіпті сол Зеон қаласына мектептердегі оқушыларға жердің жазық екенін үйрете бастады. Қазіргі жазық жер жақтаушылары бұл ұғымды дамытты. Олар жер шар деп жүрген адамдарға кез келген аргументіне контр аргумент қоюды үйренді. Эратосфенің көлеңке туралы экспериментінде егер жерді жазық деп алсақ та дұрыс болады. Егер жер диск болса, күннің дискті бойлап айналуы да күн мен түнді пайда болдыра алады. Жазық жер жақтаушыларының жазық жер қоғамы, яғни The Flat Earth Society деп аталатын ұйымы бар. Бұл ұйымның интернетте де ресми сайты бар. Сілтемесін төменде қалдырып кетемін. Кіріп қызықтап кетіңіз. Оған қоса жазық жерді жақтаушылар YouTube-та да арналарын ашып, дәлелдер қойып әлек болуда. Халықаралық ғарыш станциясындағы эфирден кішкене бір қателік тауып алып, дереу халықаралық ғарыш станциясы жоқ және аспанға ракета ұша алмайды деп шығады. Бірақ мыңдаған километрден келетін сигнал видеоны 4К сапасында жеткізу ықтималдылығы аз. Сондықтан кейбір жерлерде паузада тұрып қалу сияқты болмайтын нәрселерден ракета аспанға ұшпаған деген сияқты шынымен де ақымақтық. Келесі бір жазық жер жақтаушыларының контраргументі ол кеме туралы. Яғни кеме алысқа жүзген сайын жер шар болса жоғалып кету керек болатын. Алайда камераны жақындату арқылы қарасақ, ол жылжымайды деп түсіндіреді. Осыдан алып қайтадан сол жазық жер дұрыс деп есептейді. Бірақ жақында ғана соған қарсы бір видео шыққан болатын. Қарасаңыз, неғұрлым жақындата берсеңіз, кеме де астыға қарай батып бара жатыр. Демек жердің қисық, яғни шар екендігі дұрыс. Келесі бір жазық жерді жақтаушылардың айтары ол гравитация жоқ екен. Жақында интернетті ақтарып отырып, мына бір сайтқа көзім шалды. Жазық жершілер жердегі гравитация жоқ деп жазған. Гравитацияны тіпті ертеден бері келе жатқан миф ретінде қарастырған. Бірақ таң қаларлығы олар күн мен айда гравитация бар деп жазады. Гравитацияны миф деп алып, содан соң бар деп жазу шынымен де ақылға қонымсыз. Гравитацияның өмірде бар екендігін жай ғана екі магнитті алып қарасаңыз, олар бір-біріне тартылатынын көрсеңіз, бұл шынымен де өмірде гравитация бар екенін дәлелдей алады. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер видеомызға 3000 лайк жиналатын болса, желідегі жердің шар екенін толық дәлелдеп бере алатын видеоларды қарастыра отырып, назарларыңызға арнайы бір видеоны шығаратыныма уәде етемін. Сондықтан лайкты аямаңыздар.